Бірде бір адам басқа ауылда тұратын бауырына бару үшін жолға шығады. Ал Алла тағала оған жолда кездесетін бір періштені жібереді. Ол адаммен жолда кездескенде, «Қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Ол, «Мен ана ауылда тұратын бауырыммен жолығуға бара жатырмын» деп жауап береді. Періште, «Онда мұқтаж шаруаң бар ма еді?» дейді. Ол адам, «Жоқ» деп жауап береді. «Мүмкін туысың шығар?» «Жоқ». «Әлде саған жақсылығы бар ма?» «Жоқ». «Онда не үшін бара жатырсың?» «Расында мен оны Алла тағала үшін жақсы көремін». Сонда періште, «Сен ол адамды Алла үшін қалай жақсы көресің? Алла да сені солай жақсы көреді» деп айту үшін мені саған Алла тағала жіберді, дейді.